Спонсор керек. Спонсордың бағасы 5 теңге. Сіздерге гарант 500 подписчиктен жоғары 500-600 подписчик келетін болады. Яғни мен Адайс, Ироха, Қара, Дамир, Дука, Ареке сияқты көптеген ютуберлерден сообщество рекламалатын боламын. Сосын сіздерге көптеген подписчик, просмотр келетін болады. Спонсорларыңызды ВК-ға жазыңдар, ВК общенияда. Бағасы 500 теңге. Мемлекеттер бүгінгі видео өте керемет ойнады. Яғни мен осы аккаунтты сіздерге тегін беремін. Ойлаңдар, осы аккаунтты мен кеше сатып алған болатын. Енді сіздерге тегін беремін. Достар, қараңыздар, олд аккаунт қараңыздар. Мұнан мен ағылшындағы ютубер 10 миллион подписчигі бар Нобрудан көргем. Туц Карубе деген музыкасынан. В общем, сіздер просто мықты аккаунт деген енді осы жерден ақ көрініп тұр. Акадракон навсегда, МПРК подлый навсегда. Просто лучший аккаунт. Қазір мен сіздерге профилім дұрыстап көрсетейін. Так, қазір көрсетейін. 19 медаль бар енді. Міне осы Тем Хари дейтін. Х4Ари. Осы аккаунт қазір толық медаль көрсек. 2 соңғыдан 2 тік медаль екен. Қазір мен мұн жеке сіздер сену үшін еден жазсаңыз. Так, бек конкурс дезіңіз. Ажық тегін аккаунт дезейді. Тегін аккаунт бек. Оты депсін. Оты деген ғой енді. Шым так сіздер сену үшін жазып отырмын енді. Міне осындай ақылдар видео бастамастан бұрын мен шарттарын айтып кетейін. Яғни шарттары менің арнама тіркеліп колокольчикті басу. Осы арнама тіркеліп колокольчик басасыңдар и лайк басасыңдар. Сосын описанияға немесе комментарияға кіргенде бір ссылка алдырып кететін боламын, көк жазумен тұратын. Соны бассаңыздар менің екінші міне осы арнама жіберетін болады. Осы арнама тіркелесіңдер и колокольчик басасыңдар и канале бөліміне кіргенде барлық спонсор тұратын болады. Описанияға ссылкаға кіргенде осы канал шығып, соның канале бөліміндегі 5-6 спонсор бар сияқты. Сол 5-6 спонсордың бәріне тіркеліп подписаться тек қана тіркеліп шығасыздар болды. Тек қана сіздердің 1-2 минутыңызды алады және осындай олд аккаунтты ұтып алуға сіздерге көмек береді. Онда біз видеомызға кеттік. Бірінші оружиянға қарасаңыз, оружиянға қарайық. Қазір міне достар, міне Акадракон навсегда. Ойлаңыздаршы, МПРда нормальный оружие. Акадракон енді лучше. Өзім алмайды енді М14. Купидон навсегда титан жоқ екен, но нормально. Винтажда бар екен, винтажда нормально достар негізі. Гроза, грозный деген отырмын. В общем, осылай СКС, так өте жақсы оружиялар. СВД-да жоқ екен енді. Так там айтпайсың да СВД-ні. Как-то осылай. В общем, ПП-ға импикке осылай екен. МПР-ға мынау. Және де міне МПР-ға просто бомба. Бомба міне подлый. Мен ең жақсы көретін оружиям алдыңғы өзінің аккаунтында осы подлийді ашқан болатын. Механическийді ашпай. Механическиймен просто ойнап жүрмін. Бірақ подлиймен көп ойнамағандықтан подлийді ашқан болатын. Подлий өзіме ұнайды жалпы. Так, енді осындай дроваш бар, атешкі мықты етеді. Енді спас бар. Енді қалғандарына скен жоқ. АВМ-ға мында өте жақсы, просто бомба скен бар. Енді АВМ ойнайтындар болса, өзім АВМ ойнаймын. Көбіне так, міне осындай бар скендер бар енді. Мен тұсайды бақшына осыны 2 рет қосымын тұтар, қоспаған сияқты да. Бұрында шықты ол мынау, қателеспесем, перед заказы ашқан сияқты, перед заказдан шықты ма, әлде папанейден шықты ма екен, әйтеуір бір нәрседен шықты, білемін, ол бұрында 2 жыл бұрын или 3 жыл бұрын шыққан нәрсе, бірақ оны керіде қосып қойған сияқты тағы. Ұмытқан әйтеуір. Құлаққа скен жоқ екен енді гранаттарға, осыны скендер, стенкаға ойнамай скен бар екен енді. Өте жақсы и осылай қачу. Сіздер енді складты сіздер өздеріңіз қарай бересіздер ме, әлде мен айтып отырайын екен. Онда складты өздеріңіз музыканы қараймыздар. Онда сізден болғанмен бек, ана шарттарды орындаймыз, спонсорға тіркелеміз, каналға тіркелеміз, видеоны соңына дейін көреміз. Пока.